Балалар, бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы есептеу, қорытындылау. Сабақтың мақсаты көбейтудің үлестірімділік, терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Балалар, бүгінгі күн атауын дәптерімізді ашып жазамыз. 27 қаңтар. 27 цифрын барлық талаптарға сай етіп, көркем жазып шығамыз. Жазып бітсек, балалар, оқу тапсырмаларына назар аударыңдар. Оқулықтың 30 бетіндегі 2 тапсырма. Яғни, балалар, бұл жерде сендерге күрделі теңдеулер берілген. Бұл тапсырма мынадай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, белгісіз бөлінгішті анықтайды, жай теңдеуге айландырады. Үшінші, теңдеулердің түбірін есептейді. Төртінші, теңдеуді тексереді, көркем жазады. Яғни, балалар, бірінші есептеулерді есептеп аламыз, одан кейін жай теңдеуді, күрделі теңдеуді жай теңдеуге айландырып, күнделікті өзіміздің шығарып жүрген теңдеулеріміз. Балалар, жақсы. Ендеше, балалар, екінші оқу тапсырмасына назар аударайық. Бұл оқулықтарының 31 бетіндегі 6 тапсырма. Бұл жерде, балалар, сендерге өрнектер берілген екен. Яғни, өрнектерді баған түрінде шығарасыңдар, Мен сендерге мысалға үлгі ретінде 3 өрнекті баған түрінде шығарып қойдым. Мысалы, 41 мен 2-нің көбейтіндісі. Яғни, бірлігінің астына бірлігін жазамын, ондығын астына ондығын жазамын. Сендер оны білесіңдер. Яғни, 41 мен 2-ні көбейту үшін бірліктің астына бірлікті жаздым. Яғни, бір бірліктің астына 2 бірлікті жаздым. Астын сыздым, көбейту белгісін қойдым. 2 бірім 2, 2 төртім 8. Ол 8-ді ондықтың астына жаздым. Сонда бұл көбейтудің мәні 82 болады. Келесі, 82-ні бөлу керек 2-ге. Яғни, 82-ні жазып алдым. Бөлудің таңбасын қоямын, және 2-ге бөлу керек болды, Енді 82. Бірінші, бұл жерде ондыққа, жүздікке назар аударамын, балалар. Жүздігі бұл жерде жоқ, яғни ондыққа. Енді 8 ондығым 2 бірлікке жете ме? Дұрыс айтасыңдар, жетеді. Енді 2 жерде нешем? 8 болады. Тамаша, 2 төртім. 4-ті жазып аламын. Енді тексеремін. 4 жердегі 2-ім 8, оны ондықтың астына жазып аламын. 8-ден 8-ді алсам 0. Сонымен ондықтар бітті. Енді бірліктерді жазам. Яғни, бірлігімді түсіріп аламын астыға. 2-ні түсірдім. Ал 2 2-ге жете ме? Жетеді. 2 жерде 2-нің ішінде 2 неше рет бар? Дұрыс айтасыңдар. 1 рет бар, Бірді жазамын, енді тексеремін. 1 2-ім 2. 2-ден 2-ні азайтсам 0. Сонда бұл бөліндінің мәні 41 болады екен. Тамаша. 639-ды 3-ге бөлу керек дейді, балалар. Бұны да 639 деп жазам. Бөлудің таңбасын қоямын дағын. Балалар, енді бұл жерде бірлігі, жүздігі, ондығы бар, Енді жүздіктен бастаймын. 6-ны аламын. 6 3-ге жете ме? Дұрыс айтасыңдар. 3 жерде нешем 6? Әрине, 3 2-ім. Оны жазып алам. 2 деп, көбейтуді. Бөлудің белгісінің астына. 2-ні көбейтемін 3-ке. 6. Жүздіктің астына жүздікті жазам. Себебі мен жүздіктен бастап тұрып. 6-дан 6-ны азайтсам 0. Енді ондықты түсіремін. 3 3-ке жете ме? Дұрыс айтасыңдар. Жетеді. 3-тің ішінде неше 3 бар? 1 3 бар. Оны жазып аламын. Енді тексеремін. 1 3-ім 3. 3-тен 3-ті азайтсам 0. Енді кезек бірлікке келді. 9 бірлікті түсіріп аламын. 9 3-ке жете ме? Жетеді. 9 жерде, 3 жерде нешем 9? 9 жетіп тұр, Яғни 3 3-ім 3-тен берем. 9. 9-дан 9 азайтсам 0. Сонда бұл 639-ды 3-ке бөлгенде мәні 213 шығады екен. Балалар, міне осылай баған түрінде қалған тапсырмаларды, өрнектерді өз беттеріңше орындайсыңдар.
Жақсы балалар, математика сабағымыздың соңында кері байланыс береміз. Үшлеп белгісін жазып жіберсеңдер, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, бірлеп белгісін, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін, ал сұрақ белгісін ғана жазып жібергендерін, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Жақсы балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.